Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай корейский сәбіз салат әзірлейтін боламыз. Ең оңай, үйде бар заттармен жасалатын. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен бізге осындай таза жуылған үлкен ірі сәбіздер болса, салат өте күшті шығады. Бірінші кезекте сәбіздерімізді тазалап, аршып, жуып алып, осындай құралдың көмегімен бір жаққа қарай осылай видеода көрсетілгендей етіп турап шығатын боламыз. Теркадан өткіземіз осылай. Келесілеріне дәл осылай өткізіп шығатын боламыз. Қалған бөліктер өтпей қалатын болса, оны бір шетке қойып қоя саламыз. Кейін бір тамаққа қосып жіберсеңдер болады. Одан кейін тұз салып, кішігірім тұз салып, жақсылап қолмен осылай басып шығатын боламыз. Несі бүйтіп өлтіреміз бұларды. Сосын видеода көрсетілген етіп және де қызыл түс беру үшін паприка және де осындай сәбіз салатқа арналған приправаны қосып жіберсеңіздер болады. Барлығы ішінде дайында, ішінде уксусы, анау барлығын қоспайсыздар, тек осындай дайын приправасын алып және де онда 2 бас чеснокты салып жіберсеңіздер болады. 2 бас чеснокты салып, осылай бір араластырып жіберсеңіздер. Қасықпен араластырсаңыздар, қасықпен, осылай мен сияқты қолмен араластырсаңыздар, тазалап қолдарыңыз жуып араластырсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді, керемет шығады.